Бәріңе сәлем, мен бүгін сендерге Арука Микуш жайлы факттар айтатын боламын. Толық аты-жөні Сатыбалды Аружан Сәкенқызы. Оның отбасында 4 адам бар: анасы Элеонора, әкесі Сәкен және інісі Батыржан мен Аружанның өзі. Аружанның жасы 12-де және ол 25 наурыз күні 2006 жылы дүниеге келген. Аружан қобыз және фортепианода ойнай алады. Ол бұрында Қордайда тұрған, ал қазір Алматы қаласында тұрады. Бұл оның Алматыдағы сыныптастары. Аружан ұлы жүздің қызы, ал руы болса аққойлы Ейқым. Бұл оның кішкентай кезіндегі суреттері. Каналындағы алғашқы 1 миллион просмотры. Оның хоббиінің бірі ән айту болып келеді. Қалай ойлайсыздар, анасы мен Аружан бір-біріне ұқсайды ма? Менің ойымша ұқсайтын секілді. Бұл оның Instagram желісіндегі 17К тіркелушісі бар. Оның ең сүйікті тағамы картошка фри болып келеді. Кім білмейді, Аружанның масаға және де тәттіге аллергиясы бар. Ал бұл оның інісімен бірге түскен кішкентай кезіндегі суреті. Каналымдағы алғашқы видеосы Сатыбалды Аружан Казахстан деген вокал. Және Аружан барбик куклаларына коллекция жинайды. Оның каналында әртүрлі видеолар бар, мысалға тег, челлендж және де влог, скетч, тағы да басқа. Аружанның фобиясына келетін болсақ, ол биіктен қорқады, қараңғыдан қорқады, ал барлығынан қатты жалғыздықтан қорқады. Бұл оның Ақнұр деген туыс әпкесі болып келеді. Аружан ағылшын және орыс тілдерін жатқа біледі десек те болады, ал қазіргі таңда француз тілін үйреніп жүр. Яғни Алматыға келгеннен бастап француз тілін үйренуге кірісті. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, ол сыныбындағы үздік оқушылардың бірі болып келеді. Аружанның салмағына келетін болсақ, оның салмағы 35 килограмм. Менің ойымша, сіздер Аружан туралы білмеген факттарыңызды білген шығарсыздар. Ендеше сіздерге ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока!